Сәлем достар, сіздермен бірге Ұлдынай қазақша рецепті. Бүгін сіздерге алмалы бәліштің ең оңай түрімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Және менің каналымның дамып өсуіне өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Ал кеттік. Ең алдымен еріп тұрған сары майымызға қантымызды салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Миксерлеп алдық. Енді жұмыртқамызды қосып, бір дана жұмыртқамызды тағы да миксерлеп алатын боламыз. Миксерлеп алдық. Енді ұнымызды екіге бөліп салатын боламыз. Және қопсытқыш қосамыз. Осылай оның үстінен лопатканың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне араластырып алдық. Енді ұнымыздың жартысын қосатын боламыз. Қолымыздың көмегімен қамыр илеп шығатын боламыз жұмсақ етіп. Қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды таза салафанымызға салып, холодильникке 20-30 минутқа қойып қоятын боламыз. Және енді салмасына алмамызды кесіп аламыз. Жұқалығы міне осындай болу керек. Жұқа етіп турайтын боламыз. Қамырымызды алды холодильниктен. Енді осылай формамызға салып орнықтырып шығамыз, жайғастырып. Менде 26 форманың көлемі. Осылай міне жайғастырып алдық әдемілеп. Енді алмамызды жайғастырып шығатын боламыз үстіне. Осылай тізбектеп алмамызды қойып шығамыз. Достар, тағы айта кетейін, менің каналымның және қазақша контенттің өсуіне, дамуына үлестеріңізді қосып, қолдап кетсеңіздер, өте қуанышты боламын. Бірінші бөлігін қойып болғаннан кейін үстіне аздап қант себіп шығатын боламыз. Және дәл солай екінші қатарында қойып шығатын боламыз. Міне екінші қатарын қойып шықтық. Және екінші қатарына да үстіңгі бетіне қант себіп шығатын боламыз. Енді пешімізді 180 градуста 30 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне дайын болып шықты. Бетіне қант ұнтағын сеуіп, шәйге ұсына берсеңіздер болады. Қыздар, жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады және өте оңай жасалынады. Бар болғаны 3-ақ алмаларыңыз болса, өте дәмді пирог дайын болып шығады. Видеоның соңына дейін менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі рецептте жолыққанша сау болыңыздар.